Қайырлы күн, құрметті көрермен, Жетісу арнасының эфирінде Талқа заң хабары. Жыл сайын Қазақстанда 18 бен 27 жас аралығындағы барлық жас жігіттер шақырылады. Әскери қызмет және Қазақстан Республикасын қорғау әр азаматтың міндеті. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз сол 18 бен 27 жас арасындағы көктемгі мерзімді әскерге шақыру тақырыбына қатысты болады. Бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы Талдықорған қалалық қорғаныс істер жөніндегі біріктірілген басқармасы заң бөлімшесінің басшысы кіші сержант Мұсабаева Нұрсұлу Тұрсынғазықызы. Қош келдіңіз, Нұрсұлу. Енді бірден тақырыпқа көшейік. Бұл енді әрқашанда өзекті мәселенің бірі. Көктемде, күзде мерзімді жаңа әскери шақырып тұрасыздар. Сондықтан енді бұл тақырыпта көрермендерге де қызықты болады деп ойлаймыз. 410936 біздің байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Онда Нұрсұлу Тұрсынғазықызы, ең алдымен Қазақстандағы әскери тәртіп қанша және қандай бөлімдерге бөлінеді, сол туралы мағлұмат беріп өтейік. Рахмет. Қазақстан Республикасында жаңағы әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі туралы заңына сәйкес осы заңды басшылыққа ала отырып, барлық жаңағы әскери тәртіп бәрі осы заңмен қолданылады. Яғни мерзімді әскери қызмет 17-18 жастан 27 жас аралығындағы ер азаматтар, мерзімі 12 ай. Запастағы офицерлер қызметі 29 жастан 29 жасқа дейінгі жігіттер, ер азаматтар үшін 2 жылға, яғни 24 ай. Келісім шарт бойынша, жаңа келісім шартқа отырған азаматтар үшін келісім шартта көрсетіледі мерзімдер қанша екен. И әскери жиындар 2 апта одан жоғары болады. Жаңағы қорғаныс министрлігінің қойған уақытымен белгіленеді. И әскери шақыру, жаңағы сіз айтып отырған азаматтарды әскери қызметке шақыру Қазақстан Республикасының жаңағы әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі туралы 2012 жылғы заңның 31 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы шығады жыл сайын, және Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы шығады. Осы қаулы шыққаннан кейін жыл сайын ақпан, наурыз айларында шығады. Осы жарлық негізінде қаулы шығады. Қаулы негізінде қала әкімінің, мысалы бізде Талдықорған қаласы қорғаныс істер жөніндегі біріктірілген басқармасы, қала әкімінің шешімі шығады. Яғни ол шешім заңға сәйкес 18 жастан 27 жас аралығындағы ер азаматтарды әскерден шақырудан кейінге қалтыру, мерзімін ұзарту, отсрочкалар деп айтамыз, орысша айтқанда. Сол азаматтардан барлығын бәрі жаңағы әскерге шақырылады. Мынау енді жаңағы күз мезгілі және көктем мезгілінде шақырылады екі мәрте. Бұл жаңағы 18 жастан 27 жасқа дейін. Бұл жерде бір жылдығы бар, әскери қызметкерлер, жаңағы запастағы офицер қызмет бәрін айттыңыз. Ал енді қазіргі таңда ең өзекті глобалды мәселе болып тұрған әскери билет мәселесі ғой. Әрбір ер азамат әскери билет жұмысқа барған кезде де жұмысқа тұрып жатса да талап етіп жатады. Сол үшін кейде бір айлық әскериге барып жатамыз. Бар ғой ондай. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, оның арнайы бір сомасы бар төлейтін, және ол қалай өтеді, бір ай деген қалай? Рахмет. Рұқсат болса айтайын. Жаңағы жыл сайынғы жарлық негізінде біз әскерлер шақырамыз. Ер азаматтарды 18 жастан кейінге қалтырылғаны осы заңға сәйкес өзінің себептер болады. Сонда жаңағы әрбір азамат былтырғы жылы 2012 жылы шыққан заң, жаңағы оған өзгерістер мен толықтырулар енгізілді 2017 жылдың 13 маусымында. Ол заң 26 маусымда күшіне еніп, сол заң бойынша жаңағы бір айлық деп тұрсыз ғой, өтеулі және өтеусіз болып есептелінеді. Орысша айтқанда возмездный, безвозмездный. Оны айтып отырған себебім өтеулі, өтеусіз көп адамдар түсінбейді, сол үшін түсінікті қылып айтып отырмын сізге. Өтеулі және өтеусіз. Өтеусіз негізінде жаңағы 17 жас 6 айдан асқан азаматтар 26 жасқа шейін тартылады. То есть ақша төлемейді за счет государства.
мемлекет төлейді, сол үшін мемлекеттің қаражатынан оларға жаңағы әскери техникалық мектепте 3 ай оқылып, одан ары қарай БЦ категориямен жаңағы көлік жүргізу нелері көлік жүргізу құжаты беріледі. Содан кейін олар жаңағы Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне шақырылады. 1 жыл мерзімінде жаңағы 3 ай оқиды, одан кейін 1 жылға армияға шақырылады. Бұл 17 жастан 26 жасқа дейін. 17 жас 6 ай болу керек. 17 жаста болса алмаймыз, 17 жас 6 ай аралығында аламыз баланы. Сосын кейін оны оқытып 3 ай уже толады ғой ар жағында, 3 айда ол 18-ге. Сонда 18-де призвать етеміз ғой ары қарай. 27 жасқа шейін айтылып отырған сол. Ал өтеулі негізінде техникалық әскери мектепке дайындау дегеніміз жаңағы денсаулық жағдайына. Осы жерде жаңа өтеуліге тоқталмас бұрын хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап көрейік. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мен мына 2 балам бар еді. Біреуі 37-те, біреуі 27-тен асты, 2 бала болды, 2-ші балам. Олардың жаңағы военчасқа шақырған кезде біреусінің табаны жалпақ деді, бойы жетпейді деді, айтыр сондай бір нелер бені шығарып өтпей қалды. Военкоматтан шақырулар келді неше рет. Неше бардық, ешқандай не болған жоқ. Енді екеуі де жұмыста қаласа, енді приписныймен ғана билетті қалай алуымызға болады? Түсінікті, қай ауданнан хабарласып отырсыз? Райымбек ауданы, Ұзынбақ ауылынан. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Сұрақ түсінікті шығар. 27 и 32-де деді баласы. Екеуінде де тіркеу кітапшасы. Приписной деген жаңа тіркеу кітапшасы. Қазақстан Республикасының жаңағы заңына сәйкес, әскери қызмет, әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңына сәйкес, әрбір азамат 17 жасқа толатын жылы, год приписки дейміз ғой, жаңағы 17 жасқа толатын жылы әскери тіркеуден өтеді. Тіркеуден жаңағы қаңтар, ол жаңа заңда көрсетілген қаңтар и наурыз айларында, 31 наурызға шейін. Сол кезде 17 жасқа толатын адаматтар сол жылы өтетте әскери жаңа тіркеу кітапшасын алады. Одан кейін ары қарай оқиды, анықтамаларын береді, отсрочкасы бәрі біткеннен кейін әр себептермен 27 жасқа шейін егер ол әскер қатарына шақырылмаса, міндетті түрде 27 жаста келіп, қай ауданда, қай тұрғылықты жері бойынша военкоматқа барып, бүткіл жаңағы құжаттарын алады. Потом через халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы әскери билеттерін алуға болады. Яғни 27 жасқа толуына байланысты әскери билет. Яғни бұл азаматтар өздері құнттамай жүрген ғой? Құнттамай жүрген. Енді ол келмеген үшін әкімшілік құқықтық, жаңағы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Айыппұлдар бар ғой? Айыппұл салынады. 5 айлық есептік көрсеткіш. Айыппұлды айтқаннан кейін бұл кісілерден мүлдем бармай қашады ғой? Міндетті ғой. Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан кейін заңға сәйкес 32 жасқа шейін жүрмеу керек. Жаңағы жұмыс істеген жері де, кадр бөлімдері басшылары да оны назарға алу керек. Яғни, жұмысқа кірген кезде. Түсінікті, Нұршыл Тұрсынқызы, бұл енді көрерменімізде жаңа түсінген шығар, 28 жас, 32 жас жаңа анасы хабарласып жатыр ғой. Міндетті түрде балаларыңыз өздеріңіздің Райымбек ауданының жаңағы қорғаныс істер жөніндегі басқарма дейді. Бөлім, қазіргі тілмен айтқанда өзіміздің жалпақ тілмен. Сол жерге барып, құжаттарын реттеулеріңізге болады. 27 жасқа толды деген әскери билетті көк қағазды береді. Және хабарласқан көрерменіміз бар. Сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Тыңдап отырмыз. Мен мына сұрағым бар еді. Мына әскерден келгеннен кейін бір белгілі уақыттан кейін, 3 жылдан кейін ба, 5 жылдан кейін ба бір арнайы оқу жаттығуға шақыратын кез болады ғой? Қайтадан даярлауға. Сол туралы біліндегі қанша жылдан кейін шақырады? Мысалы, мен әскерге келгеніме 6 жылдан астам уақыт болды. Мен барам ба, әлде мен шақырама, қанша уақытқа барады? Осы туралы біліндеп едім. Рахмет хабарласқаныңызға. Сұрақ түсінікті ғой сізге. Енді ол әскерден келгеннен кейін жаңағы партизан ба, сондай бір шақыратын бір бола ма сондайлар? Болады, ол енді жаңағы кісіге айтып отырғанымыз, ол кісі шақырмаса, онда белгілі бір себептермен денсаулық жағдайына байланысты ол шақыру мүмкін. Оған жаңағы бейбіт уақытта әскери шақырудан қандай азаматтар босатылуы мүмкін, сол себептер болады ғой. Әскери шақыру онда ол кісіні шақырып жаңағы 6 ай деді ма? 6 ай уақыт деді. Ол 6 айдан бері бізде болды жиындар ондай. Осы 2017 жылдың күзде өткіздік. 6 жыл деді. 6 жыл деді ма? Онда ол жаңағы
тұрғылықты жер бойынша әскери өзі сұраныс жасауына болады. Сұраныс жасауға болады, Тіркелген. себептерін айтады. Аха, мен қазір оған айтқан, мен білмеймін, ол кісі может денсаулық жағдайына байланысты болды ма екен. Келсін, оның бәрін сол орында түсіндіріп, бәрін шешіп береміз. Жақсы. Бүгін енді тақырып расында да қызық болғаннан кейін хабарласып жатқан көрерменіміз көп. Тағы да хабарласқан көрермен бар, қабылдайық. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба, тыңдап отырмыз. Мен Көксу ауданынан звондап отыр едім. Сұрағыңыз? Балам 9-шы сынып бітіріп еді. Сол военный колледжға барам деп отыр. Соны медосмотрын қай жерден өтуге болады, қай жерден алуға болады. Соны білейін деп едім. Жақсы, енді біздің тақырыпқа сай болмаса да сұрақтан жауап беруге болатын шығар? Болады. 9-шы сынып деп отыр, жаңағы әскери колледж деген бізде жоқ. Жаңағы әскери институттар бар, кадетский корпус бар. 9-шы сыныптан кейін барады. 9-шы сыныптан кейін енді ол кісі міндетті түрде жаңағы өздерінің военкоматтары, Көксу ауданы Ескелді военкоматына жатады. Ескелді аудандық әскери бөлім жаңағы военкоматына жолықсын, сол жерде түсініксіз сұрақтар болса жаңағы акиматтар бар ғой өздерін. Акиматпен бірлесіп істейміз біз. Потому что агитация жасайтын акимат өзіміз жасаймыз. Солармен енді қай оқуға түседі, әскери колледж деген бізде ондай колледж емес, ол кісі өз түсінбейді. Енді әскери институт шығар, жаңа 9-шы сыныптан кейін Бауыржан Момышұлы Арыстан бар, солар ғой. Оны ең бастысы бұл кісінің сұрағы, яғни военкоматтан барып өтеді ғой. Военкоматтан барып сұрайды. Потому что 17 жасқа толмаса, ол жаңағы өздерінде өткізеді Алматыдан, например, шақырып, бірақ барлығы военкоматпен жаңағы білім бөлімі бар ғой, білім бөлімі аудандарда. Енді бізде мысалы қалалық білім бөлімі бізге звондайды, біз түсінбеген сұрақтар болса, бізден сұрайды, біз олардан жаңағы вообще білім бөлімінен. Ете военкоматқа келсе, военкоматта айтады ғой, вообще айтпай қойып ондай не жоқ. Жақсы, түсінікті. Кешіріңіздер. Жаңа хабарымыздың басына бастадық қой, өтеусіз және өтеулі. Өтеулі деген жаңағы 24 жастан. Біздің заңға айттым ғой, жаңа сізге изменения внесли в 2017 году. Сол заңға өзгерістер енгізілгеннен бастап, осы 2017 жылдың 13-ші маусымына дейін ол 22 жасқа шейін болған. Яғни 22 жастағы әрбір азамат денсаулық жағдайына байланысты жарамды және шектеулі өзден бір шектеулер бар ғой, соғын бәріне жаңағы кеңге қалтыруға нелері бар. Кеңге қалтыруға әскери қызметшіне кеңге қалтырылатын 22 жастан асқан болатын. Енді 2017 жылдан бастап ол мерзімі 24 жастан болады. Яғни 24 жасқа шейін ол азаматты бір айлық әскерге шақыра алмаймыз. 24 жастан ғана. 24 жастан каждый әрбір азамат 24 жасқа дейінгілер шақырылмайды. 263 мың бәрі біздің военкомат арқылы келеді, комиссиясын бәрін өтеді. Жаңағы комиссия шешімі қалай шешеді, содан кейін біз жаңағы бүткіл құжаттарын береміз, жинайды. Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы өздерінің өтініштерін білдіріледі. Бізде тіркелетін журнал бар. Сол журнал бойынша бәрі тізім бойынша заңды түрде тіркеледі. И уақыты келген кезде біз жаңағы баланы шақыртамыз. Яғни бір айға төленетін сомасы мемлекет 263 мың теңге. Одан артық төлене ме? Төленбейді. Одан артық төленбейді. Соны төлейді, бір ай 40 күн. Бір ай деп айтылады, 40 күн негізінде. 40 күн. Сенбі-жексенбі күні? Сенбі-жексенбі күні үйлеріне жіберіледі. Бұл жерде не үйретіледі бір айдың ішінде? Жаңағы енді әскери дайындықтар ғой, бұл жерде жаңағы қорғаныс министрлігі. Алғы шарттары ғой? Жаңағындай қорғаныс мамандандырылған ұйымдарында әскери техникалық және өзге де мамандықтар бойынша дайындайды азаматтарды. Енді көрерменнің назарына айта кетейік, түсінікті болу үшін. Жаңағы 24 жасқа толған азаматтар әскерге бармай қалған болса, мемлекетке жаңағы 263 мың теңгесін төлеп, жергілікті атқарушы орган арқылы әкімшілік, немесе жаңа военкомат арқылы, халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркеліп сұраныс беріп, 40 күн оқып, әскери билет алуға болады. Солай ғой? Жарамды әскери билет. Онымен жаңағы органдарға қандай
қалау бойынша кіре береді. Ол жерде жаңағы әскери шен берілмейді, тек қана жарамды деген береді. Бұл жерде де жаңағындай әскери неден комиссариат дейсіздер ме, өте ме бұл жерде де жаңа жарамды жарамсыз екенін? Жарамды жарамсыз екеніне біздің городской өтеді, қалалық және облыстық комиссиясын өтеді түгелдей. Сол комиссия шешімімен ол жаңағы ары қарай не алады, направление алады. Бағыттан береді. Түсінікті. Келесі хабарласқан көрерменіміз бар. Сәлеметсіз ба? Саламатсыздар ма? Менің сұрағым, әскери кафедра бітірген азаматтарды қанша жыл арасында шақырады, жабақтарын шақырады? Қайда шақырады? Сұрағыңызды нақтырақ айтсаңыз. Құрметті көрермен. Неге жұмысқа болмаса жаңағы? Негізі бітіргеннен кейін 3 жылдың арасын жұмысқа шақырады деген. Түсінікті. Запастағы офицерлер. Запастағы офицерлер ғой, жаңағы военный запастағы офицерлер Қазақстан Республикасы заңның 32-ші бабына сәйкес 29 жасқа дейінгі әскери қызметке жарамды запастағы офицерлер уәкілетті органдардың, яғни өтініштері бойынша жасақтаймыз. То есть бізге наряд түседі, наряд дейміз ғой жаңағы, сол бойынша 2 жылға. 2 жылға. Иә. Осы жерде бір сұрақ туындап отыр. Қазір бар ма жоқ болса бір жылдары партизанға жібереді деген бір сондай болатын, партизан деген бір ұғым. Сондай бар ма қазір мысалға? Әскери билеті барлар да барып келіп жатушы еді? Жоқ, бар, ол бар. Орталық атқарушы органдар дейміз, жүргізетін жұмылдыру дайындық жұмыстары. Жұмылдыру дайындық жұмыстары бұл жаңағы осыдан 33-ші бабына сәйкес жүргізіледі. Республикалық іс-шаралар шеңберінде Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бұйрығы негізінде жүргізіледі. Жылына жаңағы на местах дейміз ғой, өз жергілікті атқарушы органдар емес, біз жүргіземіз оны 2 апта 3 аптаға деп жаңа айттым ғой мерзімін. Сол жерде жаңағы әскери міндеттілерді шақырамыз. Осында жаңағы запастағылар офицерлерді. Жаңағы бұл жерде запастағылар емес, солдат сержанттармен жүргіземіз, партизандар. Ал запастағылар бойынша жаңағы өздері наряд береді, Қазақстан Республикасы үкіметінің тарапынан түседі бізге. Сол қаулы шығады, сол қаулы негізінде бейбіт уақытта офицерлер құрамының лауазымдарынан, именно жаңағы офицерлер, запаста тұрған офицерлер құрамынан шақырылады, соларды біз 2 жылға жаңа жібереміз. Түсінікті. Және хабарласқан көрерменіміз бар. Сәлеметсіз ба? Алло. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Мен мүгедек 1-ші группа инвалидпін да. Әйелім 3-ші группа инвалид. Баламызды бір айлық неге жіберуге бола ма, армияға скидкасы? Мен 263 мың теңге төлеуге менің шамам жоқ. Балаңыз неше жаста? Бір жылға жіберуге тағы болмайды, потому что үйде жұмыстарды істеу керек, қар тазалау керек дегендей. Балаңыз неше жаста? Қазір 26-та. 26 жаста. Түсінікті, рахмет хабарласқаныңызға. Енді өте нақты, орынды сұрақ қазіргі кезде. Бұл кісі жаңа 26 жасқа шейін баласын жіберілмеген жаңағы ата-анасының мүгедек болғаны 1-ші топ деп тұр, жаңа әйел 3-ші топ. Яғни қарауында басқа балалар жоқ болғандықтан ғой. Ал енді жаңағы айтты ғой, ақылы деп, өтеулі. То есть 263 мың теңгені төлемей, ондай бізде ондай жеңілдіктер жоқ. Оны қарастырылмады. Ал енді бұл жерде баланың өзі барғысы келгенмен жаңағы заңға сәйкес келмей тұрғаны. Ал жаңағы сіз өтеусіз дедіңіз ғой, оған да жатпайды, потому что ол неге десеңіз, ол 17 жас 6 айдан 26 жасқа дейін заңда жазылған. Оны біз оқытқаннан кейін әскер қатарына шақыруымызға тура келеді. Ал ол кісінің баласының жаңағы жасы келмейді. Ал енді оған қазір мемлекет тарапынан біз енді мүгедек екен деп, ондай бізде жеңілдіктер жоқ. Енді ең шешім бұл жерден 27 жасқа толғаны 1 жыл күтіп? Аға, 1 жыл күтеді, туған күні өткеннен кейін ертеңінде жаңағы әскери комиссариатқа тойып бізге келеді, бізде Талдықорған қаласы болса да, қай жер болса да келеді, құжаттарын алады, құжаттарына сәйкес халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы құжаттарын өткізеді. Себеп салдарға қатысты жарамды әскери билет береді. Иә, жарамды, жаңағы кеңге қалтырылды ғой. Состояңыздар ғой. Онда хабарласқан көрерменімізге түсінікті болған шығар. Енді не болса да 1 жыл күтесіз, балаңыз 27 жасқа толғаннан кейін жарамды әскери билет аласыз. Нұрсұлу Тұрсынғазықызы. Және хабарласқан
сұрақ бар, көрерменіміз қабылдайық. Сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз. Тыңдап отырмыз. Алматыдан звонап тұрмын, есімім Ерлан болады. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сұрақ қояйын деп едім, мысалы айтып, бірінші контракт 3 жыл, сол егер де бұзып жатсам, қандай статьямен қанша жыл войскаға кіре алмаймыз, соны сұрайын деген. Егер келісім шартты бұзсаңыз. Иә. Жақсы, рахмет. Бірінші келісім шартты до конца, получается, 3 жылға жетпей бұзып жатсам, қандай статьямен шығамын? Жақсы, рахмет. Енді орынды сұрақ. Иә. Қазақстан Республикасының жаңағы заңына, біздің заңға сәйкес 2012 жылы шыққан заңда кері жағдайлар мен отрицательный мотив дейміз ғой, сонда шыққан кезде осы 17 жылға дейін болған 3 жылдан кейін әрбір азамат кіре береді жұмысқа қайтадан 3 жыл өткеннен кейін. Ал енді 2017 жылдың жаңағы 13 маусымда шыққан заңына сәйкес сол сәттен бастап 2017 жылдың 26 маусымда ол заң күшіне енді. Сол сәттен бастап біз ешқандай азаматты жаңағы если ол кері жаңағы уволен если по отрицательным мотивам, мы не имеем права его призвать. Яғни ол өзінің келісімшартты бұзу себеп салдарынан байланысты. 12 жылға дейін болатын, енді ол 12 жылдан шыққан заңның 17 жылға шейін болатын. 3 жыл өтеді, 3 жылдан кейін сіз кіре аласыз. Жаңағы кері жағдайлармен жұмыстан босатылсаңыз. Ал қазіргі жағдайда, қазіргі күнге бүгін, мысалы бізге келсе, біз на основании жаңағы заңға сәйкес уже ол азаматты жұмысқа қабылдай алмаймыз. Кері жағдайларына жұмыстан шығуына байланысты. Кері жағдайлармен. Түсінікті. Енді біздің тараптан мынандай сұрақ болса, хабарласып үлгерген тағы да көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіздер. Назарыңыз сізде, сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Қандай сұрақ қоясыз? Мен жаңа сіздердің сұрақтарыңызды естіп отырмын да, содан жаңағы бір айлық мерзім оқуым бітіп, 263 мың. Содан жаңа военный билет қолға алғаннан кейін әскери жұмысқа кіруге бола ма? Болады. Нақты сұрақ. Жауап берейік. Иә, бір айлық жаңағы өтеулі дейміз ғой. Оны оқып, 40 күн оқиды, бір ай емес, тағдай айтам, 40 күн оқып, алғаннан кейін әскери билеттерін алады. Сол бойынша әскер жаңағы келісім шарт бойынша жұмысқа кіреді. Әскери қызметке кіре алады. Кіре алады, иә. Органға жаңағы кіре алады. Полиция қызметіне болса да. Полиция қызметіне бәріне олармен уже келісілген бұл. Бұл жарамды әскери билет. Нақты сұраққа, нақты жауап. Хабарласқан көрерменімізді қанағаттанған шығар. Балаңызды оқытып жатсаңыз, 40 күн әскери қызметке кіргізе аласыз. 410936 байланыс нөміріне және хабарласқан көрерменіміз бар. Сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Менде мынандай сұрақ бар еді, әскери тақырып болғаннан кейін. Жалпы ертең Құдай сақтасын, әрине, Құдай бетін аңылсын, ертең қарулы қақтығыс болып қалған жағдайда біздің жалпы Қазақстанның әскерінің деңгейі қандай? Осы жайында айтып ба? Рахмет. Нағыз қазақтың патриот азаматтары, елдің болашағын ойлап хабарласып жатырсыздар. Әскерге жасақтау бізде жаңағы өте жақсы дамыған деп айта аламын. Өйткені біз жаңағы бейбіт заманның өзінде азаматтарды жаңағы партизан дедіңіз, жиындар дедіңіз ғой, сол жиындар не үшін өткізіледі? Жұмылдыру дайындықтары. Қорғаныс министрінің бұйрығы негізінде жылына 2 рет өткізіп боевой готовность дейміз. Бүткіл жаңа азаматтарды по тревоге көтереміз, бәрін дайындаймыз. Техникаларда бәрі бізде, құжаттарда бәрі сәйкес, бұйрыққа сәйкес жүргізіледі. Сондықтан әскери қызметші ретінде өте жақсы жасақталған және жақсы дайындығы жақсы деп айта аламын. Рахмет. Біз де ризамыз бұндай жауапқа. Енді Нұрсұлу Тұрсынғазықызы, мынау әскери есепке тұру. Енді жаңағы әскерге шақыру 18 бен 27 жас аралығы болса, ал әскери міндет есепке тұру неше жастан басталады? Және бұның тұру тәртібі қандай, осы туралы түсіндіріп өтсеңіз? Осы біздің заңға сәйкес әскери
есепке тұру 16 бабына сәйкес 17 жасқа ер азаматтар 17 жасқа толатын жылы, жаңа айттым ғой сізге, колледжде оқысын, мектепте оқысын, 17 жасқа толатын жылы қаңтардың 10-нан басталады. Бізде қаңтардың 10-нан 31 наурыз аралығында есепке тұрғызамыз. 17 жасқа толатын, яғни жалпылай айтайыншы, былай 17 жасқа толатын марттан. Және осы жерде сұрағыңызды бөле тұрайын, қазір ойыңызды жинақтай тұрыңыз. Хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Сәлеметсіз ба? Тыңдап отырмыз сізді? Мен сұрақ берейін деп едім, анан тыңдап отырмыз сұрағыңыз. Сізге айта берейін бе? Айта беріңіз, екеуміз де тыңдап отырмыз сізді. Мен балам әскерге шақырып жатыр ғой, оқу бітірген ғой. Оны жүрегіне военный институтқа түсерде қабылдамай қойған, пролапс деп. Енді армияға да алмайды деген, енді оқу бітірген екен, ол военный емес, гражданский энергетика связь бітірген. Енді соны армияға шақырып жатыр, тексерілсе пролапс дейді. Оны қазір қайтадан армияға шақырып жатыр, ограниченный бірдеме сондай войска бар, болады деме жүрегіне. Сонда нақты сұрағыңыз? Сұрағым сол ограниченный деп, ана жүрек ауырса да ала бере ме, пролапс, нейтральный клапана деп. Рахмет, түсінікті. Жауап берсеңіз? Жауап берейін. Жаңағы айтып отыр ғой, ол кісінің баласы оқыды, күндізгі бөлімде оқыды. Қазіргі кезде шақырып атқаны 2017 жылдан бастап біз сәуір айынан емес, наурыз айынан, уже наурыздың көктемгі шақыруды наурыздан басталады. Яғни біз осы қаңтар, ақпан айларында біз баланы зерделеуіміз керек. Сол үшін біз оны шақырамыз. Ол жаңағы 17 жастан 27 жасқа кейінге қалтыру болды. Ол оқу бітті, қолына құжатын, дипломын алды. Енді ары қарай ол комиссиясын өтіп, комиссия шешімі бойынша облыстық комиссияға жібереді. Облыстық комиссия жаңағы жүрегі ауырса да өздерінің медициналық бұйрықтарына сәйкес сараптама береді. Сол сараптама бойынша ол бала жарамды болса, шектеулі жарамды болса да, ол қарулы күштер қатарына егер шақырылуға жататын болса, ол баланы алып кетеміз. Ал егер жүрегі жаңағы өзінің жалпы дейміз ғой, жаңағы өзінің айтады ғой, енді комиссия өткен кезде айтады, ана жерім ауырады, өзінің шағымдары болмаса, егер шағымдары болса, онда қолына акті беріледі. Акті беріледі, ол басқа дәрігерлермен қарастырылып, актіні толтырып алып келеді, сол акті бойынша шешім қабылданады. Ол жаңағы шақырып, аға ойлап тұрған шығар, алып кетеді деп, оны біз заставлять етіп алып кете алмаймыз. Бәрі заңға сәйкес жүргізіледі. Өзі шағымданса, мысалы денсаулығына байланысты, оны просто сөзбен емес, оны анықтамаларын алып кеп, дәлелдеп, содан кейін ғана шешім қабылданады. Түсінікті. Және хабарласқан көрерменіміз. Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Алло. Тыңдап отырмыз, сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Менің қоятыным бір сұрағым, менде 3 балам бар. Жасы 22-де 19-ы и біреуі 18-де толады, 3 балам. Бұлардың шешесі жоқ, бірақ армиядан қалып отыр. Анау контрактіға 263 мың төлейтін ақшам болмайды. Соны не істеуге болады, қалай жасау керек? Алматыдан қаласы. 19 жаста, 22 жаста және 18 толады жақында. Түсінікті сұрағыңыз. Бұл кісіде сұрақ сонда қалай? Енді не істеуге болады дейді? Жоқ, енді бір айға жіберуге, жаңағы үшеуін бірде жіберуге жағдай жоқ. Жағдайым келмейді дейді. Не істеуіме болады дейді. Енді ол жаңа түсіндіріп өттік қой, бұл бір айлық 40 күндік оқудың өзі. Жағдайы кеп тұрған жоқ, өте ақылыға 263 мыңды төлеуге. Онда жаңағындай болса, 18 жас, 18 жас пен 19 жаста кеп тұр екеуі де. Жаңағы әскери техникалық мектепке түсіріп баланы 3 ай оқытып, 3 айдан кейін бесплатно ғой бәрі, ақысыз бесплатно оқытамыз да, жаңағы БЦ категория құжатын береміз, жүргізуші құжатын, потом уже армияға жібереміз. Онда ары қарай 1 жыл әскер қатарында болып келеді, уже военный билет дайын. Яғни 1 жылға міндетті түрде барады. Бұлай жалтарып кетіп қалу, қашу деген денсаулығы бар сәйкес келіп тұрса міндетті түрде бар. Жаңағы кейінге қалтыру семья жағдайына байланысты әке-шешесі 1-2 топтағы мүгедек болса, қараусыз 18 жасқа шейін жаңағы балалар болса, жаңаған
өзінің жасы да оның бәрін келген кезде қарап құжаттармен. Ол қай бөлімде болмаса да военкоматтардың бәрі осы бір заң ғой. Яғни ең басты өзінің тұрғылықты жердегі жаңағы әскери комиссариатқа барып, анық-қанығын білуге болады сол жерден. Сіз айтып отырған дүниені барлығын түсіндіріп береді сол жерде. Жақсы. Және хабарласқан көрерменіміз бар. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Тыңдап отырмыз. Бала менің сұртипа служит тұр. Соның келіншегі босанып еді. Солған пособие бірдеңе берді ме балаға? Өзі әскери келісім шартпен қызмет жасап жатыр ғой. Жаңағы келісім шартпен әскери қызмет. Контрактник қой. Контрактник. Келіншегі босанған, соған енді материальный помощь. Материалдық көмек беріледі. Ондай беріледі. Өздерінің жаңағы бөлім, әскери бөлімдеріне баланы туу туралы куәлігін алып келеді. Яғни өзі қызмет істеп отырған жерде басшысына? Оныған біздің военкоматтың ешқандай несі жоқ. Бәрі мен де өзім әскери қызметшімін ғой. Менде сондай жағдай болып жатса, мен өзім бастығыма баянат жазам, оправдательный документ құжаттарын бәрін берем, что бала өмірге келді осылай деп, жолдасын болсын, кім болсын. Олар жаңағы комиссионна бәрін қарайды, комиссияның шешімі бойынша төленеді. 1 айлық па, 2 айлық жаңағы жалақы негізінде не төленеді жаңағы материалдық көмек. Яғни өзі қызмет істеген жерде өтініш хат жазу керек. Айып етпеңіз. Және хабарласқан көрерменімізді қабылдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мен бүгін қонаққа сұрақ қояйын деп едім. Жалпы бізде ең үлкені үйімізде ұл бала. Сондықтан папамыз жоқ, армияға ол баланы алмай қойды. Жаңағына кормилица, анау мынау деп сондай заң бар ма? Негізі заңда солай қарастырылған ба? Үйдің үлкенін әкесі жоқ болса алмау керек деген. Соны өзі барғысы келеді бірақ армияға. Соны қалай жасауға болады? Жақсы, түсінікті сұрағыңыз. Бағана айтып отырған дүние тағы бір қайталап түсіндіріп кетейін. Ол жаңағы өзім баланың несі бар ғой, ниеті бар ғой. Даже если болмаса да заңға қайшы енді шықпаймыз ғой заңға. Бірақ жаңағы асыраушысы жоқ, шешесі жалғыз бол. Онда жаңағы бұл кісіге может түсіндірілмеген шығар. Может бұл кісінің жағдайы жаңағы 18 жасқа шейін баласы бар. Бұл бала үлкен баласынан басқа. Сол жағдаймен бұл кісіге жаңағы баланы шақырмай отыр. Бірақ нотариалды түрде келісім береді. Бала өзі, мамасы да келісім берсе баруына болады. Келісім берілген. Яғни ешқандай қарсылығы жоқ болса? Қарсылығым жоқ деп нотариусқа барып келісім береді. Бізге сол заявлениесін, өтінішін алып келеді. Сол негізінде біз ол баланы қарулы күштер қатарына шақыруға болады. Мүмкіндік бар. Түсінікті. Нұрсұлу Тұрсынғазықызы, мысалға бағана сөзіңіздің барысында айтып кеттіңіз. Мекемелердің кейбіреуі қадағаламайды деп. Ал сіздерде мекемелермен қандай жұмыстар жүргізесіздер? Мысалы, кейбір мекемелерде әскерге бармағандар бар, тіпті әскери билеті жоқтар бар. Оларды қадағалап, арнайы бір зерделеу жұмыстары жүргізіледі сіздердің тараптан? Осы заңға сәйкес Қазақстан Республикасының үкіметінің 2017 жылдың 24 қаңтарында шыққан 28 бұйрығы бар. Осы бекітілген қаулы, жаңағы сол бекітілген қаулы негізінде әрбір жаңағы мекемелер частный болсын, мемлекеттік болсын, жеке болсын, олар бізбен жаңағы салыстыру жүргізіледі. Біз оларды тексермейміз, бірақ салыстыру жүргіземіз. Зерделеу жаңағы бұйрыққа сәйкес оны біз барастап тексере салмаймыз. Олар жаңағы, ол не үшін жүргізіледі? Бізде жаңағы есепті сапалы жүргізу мақсатында жүргізіледі. Яғни әрбір мекеме бізге келеді, ай сайын жаңағы бұйрық дедім ғой 28, сол бұйрыққа сәйкес ай сайын 25-не есеп өткізеді. Яғни сіздің мекемеде 10 адам ер балалар болса, соның 27 жасқа шейінгі, 27 жастан асқан, 27 жастан асқан тіркеу кітапшасымен жүрген азаматтар болса, біз оны Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 644, 642, 644, 46 баптар бойынша жаңағы мекеме басшыларына және кадр бөліммен басшыларына жаңағы әскери қызметшілермен, шақырушылармен жұмыс жасайтын кім жасайды? Бұйрық бойынша сол адамдарға айыппұл салуға міндет
құқықтарыңыз бар. Құқылымыз. Былтырғы жылға 2017 жылы 15 мекемеге осылай айыппұл салынды. Яғни жұмыстар атқарылып жатыр. Айыппұл 644 бап бойынша, мысалы 642 бап бойынша жаңағы бұл жерде кіреді, жаңағы колледждарда кіреді. Мысалға во время тіркеу болып жатыр ғой, тіркеу мекеме, ол жерде 40 айлық есептік көрсеткіш мекеме басшыларына салынады, ал кадр жұмысшыларына 10 айлық есептік көрсеткіш. Биылғы жылға, например, былтырғы жылғы болды 11.345 жана 22.690 кадр бөлімдеріне салып отырдық. Яғни сіздердің тараптан бұны жұмыстар атқарылып жатыр. Атқарылған жақсы ғой, заң түрде барлығы тіркеліп, және хабарласқан көрерменіміз бар, қабылдап көрейік. Сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба? Мен немерем биыл 18 жасқа толып жатыр, 11-ші класс бітіріп жатыр, Талдықорған қаласында. 12-ші мектеп бітіріп жатыр. Соған баламыз КМБ-ның мектебіне барамын деп болмағаннан кейін документтерін январьдан бастапында жинап жатырмыз. Сол енді жаңағы медосмотрда қарамай жатырмыз, бетінде безеуі бар деп. Қалай сонда ол бетінде безеуі, ол енді подростковый жаңағы возраст деп айтамыз ғой, сол кезде кетіп қалатын дүние ғой. Сонымен енді баламды не істеймін мен, Алматыға жіберіпті. Түсінікті, сұрағыңыз. Ондай мектепке безеуі бар балалар. Түсінікті, рахмет хабарласқан. Сұрақ түсінікті, бұл жерде ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясына тапсырып жатыр. Медициналық комиссия. Ол бала міндетті түрде бізден жаңағы направление алады ғой, олар жақтан. Направление алатын кезде бізден кеп комиссияларын өтеді. Медициналық куәландырудан өткен кезде ол әрлік маман отырады жаңа жерде. Терапевттен бастап, хирург, жаңағы дерматолог безеу деп отыр ғой. Оны енді ол өздерінің заңға сәйкес бұйрықтары бар, сол жерде жазылған ғой. Оған қолына акт береді. Ол актыны ол бала 3 күн ішінде толтырып, ол актыны жаңағы неге жібереді ғой, кожбенге. Кожбен оның қанын бәрін тексеріп, содан кейін ғана барып, сонда бір тұжырымға келеді. Сараптамасын бергеннен кейін. Сараптамамен біз ешқандай қарсы шыға алмаймыз. Түсінікті? Енді ол медициналық сараптамадан кейін ғана анық қанығым жалғыз екен. Енді бізде берілген уақытта тәмамдап қалды, бірақ дегенмен үлгеріп қалсақ жауап беріп. Мысалға уақытында әскери тіркеуге тұрмаған жағдай болса, тұрғылықты жерді ауыстырған кезде қанша уақыты бар ондай азаматтардың, айыппұлы қанша, осы қысқаша түсіндіріп өтсеңіз. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 647 бабына сәйкес уақытша деген 3 айдан жоғары, например, 3 айдан жоғары асып кетсе, оны сол бапта 647-те жазылған 7 күн ішінде, мерзім 7 күн. 7 күн ішінде тұрғылықты жеріне барып, әскери есепке тұру керек. Тұрмаған жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш, қазіргі бүгінгі 2018 жылдың айлық есептік көрсеткішмен санағанда 12.025 теңге айыппұл салынады азаматтарға. Яғни азаматтар бір қаладан бір қалаға тұрғылықты жерін ауыстырып, мекен жайын ауыстырған кезде әскери есепке де тұру керек міндетті түрде. Сонымен қатар жаңағы 647 бап бойынша айтып кетсек, әскери міндеттілер, әскери шақырушылар есепке, әскери міндеттерін орындамаған деген жаңағы есепке тұру, құжаттарын әкелмеген жағдайда жаңағы оқу орындарын, жоғарғы оқу орындарын бітіріп, балалар 1 жыл, 2 жылдан кейін алып келіп жатады. Сол кезде біз айыппұл саламыз. Сол кезде көп сұрақтар туындайды. Неге біз жаңағы айыппұл төлейміз деп? Ол заңға сәйкес. Әскери міндетін орындамады ма? Біз жаңағы даже анықтамасын алып келмесе, жыл сайын оқу, жыл сайын может ол баланы оқудан шығарып жібереді. Сол үшін біз заңға сәйкес талап етеміз. Ол талап бұзылған жағдайда біз айыппұл саламыз. Түсінікті. Нұрсұлу Тұрсынғазықызы, бүгін келіп ат салысқаныңызға рахмет. Бізге берілген мінекей 40 минут уақытта тәмамдалып қалды. Құрметті көрермен, бізде қонақта болған Талдықорған қалалық қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген басқармасы заң бөлімшесінің басшысы кіші сержант Мұсабаева Нұрсұлу Тұрсынғазықызы. Рахмет. Келіп ат салысқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Жетісу телеарнасының құрметті көрермені, келесі аптада талқы заңды жолыққанша сау, саламатта болыңыздар.